Сәлеметсіздер ме оқушылар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз математикалық сауаттылықтан нұсқа талдаудың екінші нұсқасын бастаймыз. Сұрақтарды паузаға басып жақсылап сұрақтармен танысып шығыңыздар. Және де өздеріңіз шығарып әрекет жасап көріңіздер. Менің шығарған жауаптарымен сосын тексеріп көресіздер. Егер сіздерге туындаған сұрақтар болса, астына комментарийге қалдыруды ұмытпаңыз. Ал бастайық. Бірінші, сандар белгілі бір заңдылық бойынша орналасқан сұрақ белгісінің орнына санды табыңыз. Өздеріңіз бірінші паузаға басып шығарып көріңіздер. Қараңыздар. Бұл жерде 289 минус 169 деп көрейікші. 289-дан 169 азайтып көрсек. Екеуінің мәні 120 шығады, айырымы. Енді 169-дан 109 алатын болсақ, 60 шығады екеуінің азайтындысы. Екінші сан мен үшінші санның айырмасы 60-ды беріп тұр. Ал 109-дан 79-ды азайтатын болсақ, 30-ды беріп тұр. 79-дан 64-ді азайтатын болсақ, 15-ді беріп тұр. Енді қараңыздар, бұл жерде әрбір азайтылған сан 2-ге бөлініп жатыр. 120-ны 2-ге бөлсе 60, оны 2-ге бөлсе 30, оны тағы да 2-ге бөлсе 15. Демек, келесі сан 7,5 болады, 15-ті 2-ге бөлеміз. Тең 7,5. Ал енді қараңыздар, ойланып көрейік, 69-дан қаншаны азайтсақ 7,5 шығып тұр. 64 дегенім 64-тен. Демек, қай санды алатын болсақ 7,5-ды береді екен. Яғни 64-тен 7,5-ды азайта салайық. Сонда 56,5 бізде. Бізде ол Б нұсқасында. Келесі есепке өтейік. Заңдылықпен орналасқан сандар екен. Сонда біз x пен y-тің мәнін тауып алып, y-тен x-ті аламыз, азайтамыз. Қараңыздар. 4-ке қаншаны қоссақ 6 болып тұр. 4-ке 2-ні қоссақ 6 болып тұр, 6-ға 4-ті қоссақ 10 болып тұр. 10-ға 8-ді қоссақ 18 болып тұр. 18-ге 16-ны қоссақ 34 болып тұр. Көрдіңіздер ма? Қосылып жатқан сан 2-ге еселініп жатыр, көбейіп жатыр 2-ге. 2, 4, 8, 8 тағы 12 көбейтіп 16 шығарып жатырмыз. Енді демек келесі сан x қандай сан екен? X тең 34-ке біз нешені қосуымыз керек? 34-ке қосуымыз керек 2 еселенген 16-ны. Сонда 32 болады, 2 еселенген 16-мыз 32 болады. Ол бізде 66-ға тең. Және де келесі 66-ға демек 32-ні 2-ке көбейткеніміз тағы 32-ні еселенгені 64. 130 шығып тұр ма? Шығып тұр екен, Демек, қараңыздар, x-іміз мынау 66. Келесі 130-ға нешені қосамыз? 2 еселенген 64-ті. Сонда 128-ді қосамыз.
тең болады екен 258. Енді демек бұл y-тің мәні болып тұр. Бізде y-тен x ал деп тұр, азайтылғанын сұрап тұр. 258-ден азайтамыз 66-ны. Сонда 192 болады екен. D нұсқасы жауап болады екен. Келесі есеп. Төменде берілген сандардың ішінен сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз дейді. Мынау жері түспей қапты. 38 деген сан екен мынау. Ал мынау 65 деген сан. Бұның логикасы бір қызық екен. Ойланып көріңіздер, паузаны басып. Қараңыздар. 3-ке 8-ді қосайықшы, 38 деген 3 пен 8-дің қосындысы деп қарастырайық. Ол қаншаға тең? 11. Ал 6 мен 5-дің қосындысы 65 болса, ол да 11. 45. 4 пен 5-дің қосындысы 9. 27. 2 мен 7-ның қосындысы да 9. 84. 8 бен 4-дің қосындысы 12. Ал 9 бен 3-дің қосындысы тоже 12. Және бізде 4 пен 3-дің қосындысы 7 болса, енді варианттардан іздейміз. Қай сандардың қосындысы 7-ге тең? 5 пен 1-дікі 6 болмайды. 84, 8 бен 4-дің қосындысы 12 болмайды. 67, 6 мен 7-ның қосындысы бізде 13 болмайды. 61, 6 мен 1-дің қосындысы 7 болады екен. Демек, жауабы D нұсқасы екен. Келесі, бұл бізде 5-ші сұрақ. Сумкада 3 ақ, 3 қара және 4 көк түсті қарындаштар бар. Қараңғыда ең кемінде неше қарындаш алса, олардың көк түсті бір қарындаш міндетті түрде болу мүмкіндігін табыңыз дейді. Бізде көк түсті бір қарындаш міндетті түрде болу мүмкіндігін тап деп тұр. Енді бұлай қарастырамыз, оқушылар. Бірінші, көк түстен бөлек түстегі қарындаштарды қарастырамыз. Себебі бізге көк түсті алу үшін, мысалы, сумкадан көк түсті қарындаш алу үшін ақ пен қараны алып бітіруіміз қажет қой. Сол үшін ақ пен қараны, яғни бұлай түсініңіздер да, біз көк түспей қалу үшін қанша қарындаш ала аламыз деп ойлауларыңыз керек та. Ең жаман жағдайды, кепілдік үшін жаман жағдайды қарастырамыз. Егер көк түспеуін қаласақ, алдымен барлық көк емес қарындаштарды алып қоюымыз керек біз. Сонда 3 ақ, 3 қара. Сонда барлығы қанша қарындашты алып қоюымыз керек біз? 6 қарындашты алып қоюымыз керек біз. Бірақ сол 6-ауын алғанда көк әлі жоқ. Демек, енді келесі 7-ші қарындаш міндетті түрде көк болады, иә? Себебі басқа түс қалмады. Демек, +1 дейміз, себебі бір ғана көк түсті алсақ, сонда жалпы 7 болады екен. Сонда жауабы 7 болады екен. Түсіндіңіздер ме, оқушылар? Көкті алмаймыз да, тек ақ пен қараны алып аламыз. Сол кезде 3 ақ, 3 қара жалпы 6 қарындаш болады.
Тағы біреу алсақ, амал жоқ, көк түс келеді ғой. Сондықтан 6 жеткіліксіз болады. 7 керек бізге, 7 болып керек. Сонда келесі есеп. Сумкада 3 ақ, 3 қара және көк түсті қарындаш бар. Қараңғында ең кем дегенде нешін қарындаш алса, олардан ақ түсті бір қарындаш міндетті түрде болу мүмкіндігін табыңыз. Дәл осылай. Енді қалай ойлайсыздар? Ақ түсті міндетті түрде болу мүмкіндігін табу үшін сумкадан ақ емес қарындаштарды алып босатып алайық та. Мысалға, ақ емес қарындаштарды алатын деп ойлайтын болсақ, 3 қара және 4 көк түсті қарындаш алсақ 7 болады. Оған біреу ақ міндетті түрде шығатын ақ қарындаш болады. Сонда жалпы 8 болады екен. Мына қалғандары көрінбей қалған. С жауапта 8 деп тұр. Енді 7-ші сұрақ. Мынау сандар. Сандардағы цифрлар белгілі бір әріптермен белгіленген. 585 санына қандай сөз сәйкес келетінін табыңыз дейді. Қараңыздар. Біздің керекті сөзімізде 5 деген мынау. 5. Осы 2 цифра қайталанып тұр, ол бірдей әріп, иә? Қай вариантта? Бірдей әріпті көріп тұрсыздар, басы мен соңы. Бірінші мен үшінші әріпі бірдей. Варианттарды іздейміз. Мынау жатпайды. Т мен қысқа и әріпі жатпайды. Міне қараңыздар, А мен А тұр. С, А, П. С мен П бірдей емес. Сонда жауабы ара болады. Түсінікті ма? Сұрақтар болса комментарийге қалдырып отырыңыздар. Енді осыған ұқсас тағы бір есеп. 128 санына қандай сөз сәйкес келетінін табыңыз дейді. Қараңыздар, 1, 2, 8 цифрларынан құрастырып тұр, иә? Демек, үшеуі де 3 түрлі әріптерден құралады дейді. Демек, варианттарға қарайықшы. Бірдей әріптер кездесетін Б вариантын өшіріп тастаймыз, болды. Бізге 3 түрлі әріптен құрастырылуы қажет. И барлығы бір әрпімен, бір цифрасымен басталып тұр. Я, итак, бұл жерде басталып тұр екен. Т әрпімен. Енді келесі бірде бір үлгіге келетіндерді енді логически ойлауымыз керек та. Үлгіге келетіндерді. 28 саны. 8 П, қараңыздар. 2 рет П кеп тұр екен, 8-дерде. Демек, бізде П әріпі жатпайды екен мынау. Демек, таз деген жауап, С жауабы дұрыс болады екен. Келесі есеп. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сөзді табыңыз дейді. Біріншісі жауқазын. Мынау біріншісі 523 деп басталатындарды жазып шығайық. 5, 23, бір цифры, 200 цифры, 7, 8-ге Үй әрпі, 9-ға Н әрпі сәйкес келіп тұр деп ойлайық. Енді 9, 2, 3, 1, 2, 9 деген сөзді құрастырайық. 9 дегеніміз Н әрпі.
2 дегеніміз А әрпі. 3 дегеніміз У әрпі. 1 дегеніміз Қ әрпі. 2 дегеніміз А әрпі. 9 дегеніміз Н әрпі. Демек жауабы науқан Д. Д нұсқасы дұрыс болады екен. Келесі 10-шы сұрақ. Жау жүрек сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз дейді. Ж әрпі қай жерде көріп тұрсыздар? Мына жер деген сөзден шығып тұр Ж әрпінің цифрасы. Қараңыздар, Ж әрпі 1-ге тең. А әрпін іздейік, міне. А әрпі 7 деген санға тең екен. Келесі У әрпі азудың 3-ші үзіндісінде тұр. 9 дегені цифраға тең. Ж әрпі 1-ге тең екен таптық. Ү әрпі мына бүк дегенде екінші тұрған 6. Р әрпі жердің 3-ші әрпі 4 цифрасына сәйкес келіп тұр. Е әрпі жер сөзінде екінші әріп 3 цифрына сәйкес келіп тұр. К әрпі 8 цифрасына сәйкес келіп тұр. Сонда варианттардан іздестірейік. 1, 7, 9, 1, 6, 4, 38. Д нұсқасына тура келіп тұр. Осымен 10 сұрақ бітті. Сұрақтарыңыз болса комментарийге қалдырыңыздар. Каналымыздың дамуы үшін лайк басып, подписация етіп қойыңыздар каналға. Және комментарийге пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Жаңа ашылған каналымыз үшін сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Назарларыңызға рахмет.